Ал енді сол жылы қыс қатты болып, қар деген сұмдық қалың түсті де қатынас жоқ, жабылып қалды. Күндердің күні әлдеқандай бір шұғыл шаруа болып қалып, жолға шығуға тура келді. Күн дегенің боран, алдымыздан алыстан бірдеңе қарайып көрінеді. Содан жақындап барып көргенімізді. Әлгі қарайғанымыз баласын шанаға салып алып сүйреткен әйел. Хош, содан не? Әлгі әйел баласының ыстығы көтеріліп, ауырған соң есі шығып, нар тәуекелдеп, шанамен жаяу деп шығып кеткен екен. Құданың құдіреті, мына бейнетті көрмейміз. Соны әлгі әйел аяғын тайып жығылып, құлап, жіліншігін сындырып алады. Соның орнында болса, басқамыз сол аяғымызды сүйретіп, не кері қайтар еді, не болмаса сол жерде қозғала алмай жатып қалар ма кімбісін. Ал әлгі әйел болса, балам ыстығы көтеріліп, өліп кетеді деп ойлап, сынған аяғына қарамай, 20 шақырымдай жерді ит қорлықпен басып өтіп, бізге кездескен бет екен ғой. Аяғы күп боп ісіп біткен байғұс бізді көріп талғысып кетті. Не керек, барлығымыз улап-шулап, кері қайтып, әлгілерді бәлінізге тапсырдық қой. Балам, ананың баласы үшін жанып тұрған отқа түсуге дайын екен, мен міне сонда көрдім. Бұл оқиғаны кейін ана журналшылар газетке де жазды ғой. Ондай аналарға алтыннан ескерткіш қою керек қой. Дұрыс айтасың, арағым. Осы күнге дейін сол оқиға есімнен еш кетпей қойды. Ана әйелдің тағдыры қалай болды екен? Баласы қандай азамат болды екен? Өздерін бір көрерметтеп жүруші едім ғой. Сонда жаңа ғана алдымдан өте шықпасы бар ма? Жазбай таныдым. Апа. Апа, кешірші мен. Кешірші мен, апа. 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 Апа, кешірші мен, апа. Апа. Бәлкім бағам, бәлкім сорым бар, қалың ойдың қалдым соңында. Құлыным, есіңді жи, Сәрсен. Сәрсен. Апа. Ботам. Құлыным. Кешірші мен, апа. Құлыным. Кешірші мен. Құлыным. Кешірші мен, апа. Кешірші.